Құрметті көрермен, хабарымызды соңына дейін тамашалауға шақырамыз. Бүгінгі тақырыбымызды біз ата-аналарға арнасақ деп отырмыз. Егер де сіздің балаңыз қазір мамандық таңдаудың алдында тұрса, онда Саясат Нұрбек пен Тимур Бектұр сіздерге қандай мамандықтың жойылғалы тұрғанын және де қандай мамандықтың пайда болатыны туралы толық ақпаратты айтып береді. Жігіттер, қош келдіңіздер. Ана ретінде мені мазалайтын сұрақ мынадай: 4-5 жылдан кейін менің балам мектепті бітіреді. Қандай мамандық таңдағаны дұрыс? Ол қазір біресе киберспортсмен болам дейді, біресе айтишник болам, біресе стоматолог болам дейді. Қай мамандық өте өзекті керек мамандықтар қатарында болады? Жалпы негізі қазіргі эксперттердің айтуы бойынша, негізі көп ұзамай осы мамандық деген сөздің өзі ескеретін сияқты. Неге? Кейбір мамандықтардың өзін айтпағанның өзінде. Себебі мамандықтардың бір қатпарлары болады екен да. Оны кейде hard skills, кейде soft skills деп айтып жүр. Hard skills ол нақты белгіленген дүниелер, мысалға әр саланың өзінің меңгеру қажет бір базовый функционалдары болады. Мысалы айталық, кино режиссері болатын болса, ол сол кино түсіруге қатысты негізгі технологиялар меңгеру керек. Инженер-программист болатын болса, сол программа жазуға арналған негізгі тілдерді меңгеру керек, немесе платформаларды, фреймворктарды меңгеру керек деген секілді. Бірақ ол тек hard skills, яғни негізгі функционалды базовый. Ол еш уақытта өзгермейді. Негізінен өзгермейді, негізінен фундаменталды білімге негізделген. Бірақ соның үстінен адами қарым-қатынас жасау қабілеттер қосылады, соны soft skills деп айтып жүр. Қазір көбінесе фокус осыған қойылады көп жағдайда. Себебі hard skills'ті бір базовый білімі болса, үйрету оңай деп айтылады. Және нақты түсінікті оның басы бар, соңы бар, шекарасы бар деп айтылады. Ал коммуникация, soft skills дегеннің ол бір адоя деген ештеңесі жоқ. Мысалға, кей кезде депрессия, стресстің кезінде адам өзін басқаша ұстауы мүмкін. Өте бірнеше проект қатар келіп қалған кезде адам басқаша ұстауы мүмкін. Немесе Қазақстанда керемет маман болып жүрген адам, мен шетелге кетем деп релокейшн жасаған кезде ол басқа маман болып кетуі де ғажап емес. Себебі басқа тілдік ортаға түседі, басқа кәсіби мамандардың ортасына түседі, өзін өзі жоғалтып алуы да мүмкін. Сондықтан да жалпы мамандық бұл соңғы кезде анық білініп келе жатыр, бұл қатып қалған дүние емес екендігі. Сондықтан да қазір, енді мысалға сіз балаңыз үшін алаңдап отырсыз, енді әрине біз ата-ана болғаннан кейін алаңдаймыз. Бірақ баланың, менің ойымша, нақты қайда баратын білмеуі бұл норма деп ойлаймын. Бұл біріншіден. Екіншіден, жалпы неше рет екен? Әйтеуір бір адам баласы, негізі осы қазіргі замандағы адам баласы, бірнеше мәрте өзінің мамандығын ауыстыру қажет деп санайды қазіргі мамандар. Ортаға байланысты, өзі таңдаған саласына байланысты. Себебі технология күнде өзгеріп жатыр. Егер, бірақ осы жерде бір нюанс бар. Егер ол өте жоғары санаттағы маман болғысы келсе, ал егер ол қатардағы адам болғысы келсе, төмен жалақыға қанағат тұтқысы келсе, 30 жыл бойы бір жерде отыра бергенді жақсы көрсе, онда сол базовый функционалмен, базовый мамандықпен бір жерде жұмыс істей алады. Ол уже белгілі нәрсе. Қазір сонда мысалы қаншама мамандықтар, біз оқыған кездегі мамандықтардың жартысынан көбі жоқ болып тұр ма? Сонда мамандықтар да жойыла бере ма? Жойыла береді, жаңа мамандықтар. Яғни еңбек нарығы қазір өте сондай бір қызық кезеңге кіріп жатыр. Шынымен де мамандықтарды бұл дамуды алдын ала болжауға болатын бе? Болады. Шынымен болжат, ондай нелер бар, сценарийлер бар, бірақ қазіргі таңда еңбек нарығында қандай жағдай? Мінекейіңіз, біріншіден мамандықтар өте тез ескеруге бастады. Яғни бұрын бір мамандық, негізгі мамандық, айталық ғасырлар бойы немесе мыңжылдықтар бойы өзгермей, тек қана технологиялық бір өзінің бір жаңа технологиялар шығып, құрал саймандары өзгеріп, сол маманның қабілеттілігі арту керек еді, жаңа бір қабілеттер, жаңа дағдылары. Қазір мүлдем мамандық жойылып кетуі мүмкін. Неге десеңіздер, бірнеше
мықты сондай түбегейлі фактор. Мамандық мүлдем жоқ. Өледі, әр кәдімгідей мамандық адам секілді өмірі бар, жастығы бар, кәрі жасы бар. Зейнетке де шығады, мүлдем жойылып кетуі мүмкін. Неліктен? Мысалы, мысалы мен айтыңдаршы, сол қалай? Мысалы, осыдан бір 30-40 жыл бұрын өзіміздің Совет одағымызда қазақ мына Совмин министрлер кеңесіне баратын болсаңыздар, машинисткалар отырушы еді. Неге десеңіз, ол кезде компьютер жоқ. Компьютер жоқ, сонда әр кабинетте қазіргі секретаршалар емес пе? Секретаршалар емес, неге десеңіз, қазіргі секретаршалардың, машинисткалардың олардың нелері көп өзгеріп кетті, рөлдері өзгеріп кетті. Қазіргі ол тек қана қазір бір мәтінді теру емес, ол бүкіл кездесулерді ұйымдастырады, график кестені де жүргізеді, шайды құяды, басқа көп. Қазір былай қарасаңыз, мамандық өзгеріп кетті. Мамандықтарда өліп жатыр. Неге десеңіз, бірінші негізгі фактор технологиялар. Бұрын технологиялар мынандай бір үлкен өзгеріс болды. Осыдан бір 300 жыл бұрын, 200 жыл бұрын бірінші өндірістік индустриалдық революциялар басталды. Адамдардың еңбегі өзгеруге бастады. Адамдардың саймандары өзгеруге бастады. Бірінші бу қозғалтқыштары шыққан жағдайда құрылыстан бастап көлік, паровоз, пароход бәрі өзгеруге бастады. Бірақ адамның өзінің монополиясы болды. Біздің табиғи монополиямыз ақылмен жұмыс істеген жұмыстар, сөйлеу, коммуникация құру, сіздің жұмысыңыз, біздің жұмысымыз тек қана адам жасайтын жұмыс болды. Солай ғой. Енді бір үлкен түбегейлі өзгеріс осыдан бір 15-10 жыл бұрын енгізілген жасанды интеллект. Яғни енді адамның монополиясы құрып жатыр. Көптеген жұмыстарда ақпаратпен жұмыс істейтін, ақпаратты реттейтін, ақпаратты сақтайтын, сараптайтын жұмыстарды қазір машиналар, алгоритмдер кіргізуге бастады. Сондықтан қазіргі таңда қарасаңыздар, көп бір ғана мысал келтірейін, өндірістен бір мысал келтірейін. Бұрын осыдан бір 30-40 жыл бұрын ремонт жасайтын адамдар, жөндейтін адамдар, бригадалар. Бірінші келеді, кез келген бір өндірістік линияда, өндірістік учаскесінде бір апат шығады, авария шығады, соны бірінші келеді адам, соны қарайды, не істеу керек, қандай бөлшектерді ауыстыру керек, сондай бір кішкентай бригада келуші еді. Қазір көптеген өндірістерде ондай бригада керек жоқ. Неге десеңіз, әр сол өндірістік учаскенің ішінде датчиктар тұр, телеметрия деген пәле шықты. Бүкіл ақпарат алдын ала жиналып, нақты жөндейтін адамға алдын ала диагностика келеді қазір. Ол біздің бүкіл машиналарымызда бұрын мысалы машина сынып қалса, ешқандай ақпарат жоқ, сіз тек қана аппарат. Қазір датчик шыға бастайды. Тық-тық сіздің майыңыздың деңгейін түсіп қалды, немесе май құйыңыз деген. Сосын бірінші сіз СТО-ға барғаныңызда не істейді, компьютерға кіргізеді, бүкіл диагностиканы жинап алады. Мінекей өзгерді жағдай. Яғни сол диагностика жасайтын қазір көп өндірістік өнеркәсіп орындарында қазір онда жоғалып кетті. Мамандықтар азайып жатқан жоқ па сонда? Жоқ. Қалай сонда? Мен түсінбеймін. Соншама бәрі жаңарып жатқанда мамандықтар азайып жатқан сияқты, ал халық саны өсіп жатыр ғой. Ертең бүкіл әлем жұмыссыз қалып қалмай ма? Енді қазір былай бәрі автоматтандырылып кетсе. Сарапшылар екі үлкен лагерьге бөлінді, екі үлкен топқа бөлінді. Бірінші топ болды, ойбай. Түсінбейтін адамға түсіндіріңіздерші енді. Бірінші топ құрыдық, өлдік, сіз айтқандай миллиардтаған адамдар жұмыссыз қалады деп сондай болжам жасап отыр. Мысалы, Фрей және Осборн, екі атақты ғалым, Оксфорд университетінің профессорлары 2013 жылы, 2017 жылы үлкен лик толқынмен зерттеу жасаған. Бұл Ұлыбритания үкіметінің тапсырысы бойынша. Сонда 2030 жылы 10 жылдан кейін дүние жүзінде 2 миллиард адам жұмыссыз қалады деп сондай болжам жасап отыр. Яғни бұл жаһандық еңбек нарығының жартысы 50%. Олар дәлелдеп көрсетіп отыр. Бүкіл статистиканы жинақтап, мінекей автоматтандыру, роботтандыру, жасанды интеллекттің арқасында 2 миллиард адам жұмыссыз қалады деп сондай болжам жасап. Тимур, келісесің бе соны? Ол солай. Ал екінші топ, ол бізде сол топ. Оптимистпін мен. Біз екінші топқа жатамыз, Тимур. Жақсы. Екеуіңіз бір жерде жұмыс жасағаннан кейін, Екінші топ былай айтады. Көп адамдар жұмыссыз қалады, бірақ жаңа технологиялар мамандықтарды құртады, өлтіреді, зейнетке шығарады, бірақ екінші жағынан да көп жаңа мүмкіндіктерді ашады, көп жаңа жұмыстарды ашады. Шынымен де біз қазір үлкен ұлттық жобаны бітіріп жатырмыз, жаңа мамандықтар атылысы, соның аясында біз бір нәрсені көзіміз жетті, мінекей жаңа технология келді,
өндірісте 7-8 мамандықты өлтірді, бірақ оның жанында 20-26 жаңа мамандықтарды ашты. Бірақ сол 20-25 мамандықты оқытатын оқу орындары бар ма? Ендігі мәселе сол. Ендігі мәселе. Түсінікті ғой, жарайды. Неге десеңіз, ол жаңа мамандықтардың өкінішке орай адамды сол деңгейге шығару үшін, жетілдіру үшін, оқыту үшін басқа ресурс та керек, басқа оқу бағдарламасы да керек, басқа білім деңгейі керек. Әдемі зейнетке шығайын деп тұрған мамандықта жүрген адамдар өтіп кете ала ма ана лагерьға? Негізі өте жақсы сұрақ. Оның барлығы базовый компетенция деп айтады. Соның деңгейіне байланысты. Яғни біреулер мысалға өзінің бар білімінің бір шегінде жұмыс атқарады. Оған ары қарай мысалы қанша оқыт ол ары қарай доктор болмауы мүмкін. Атқара алмайды. Ал бірақ неліктен біз үнемі жастарға акцент қоямыз, сосын жалпы мына вуздарға акцент қоямыз. Себебі ол жастар осыған бірден дайын болып келу үшін, және олардың бұрынғы ұрпаққа қарағанда мүмкіндігі жоғарырақ. Яғни мысалға бұрынғы қалай деп бумер ма, әлде миллениум ұрпақ деп айтамыз ба? Поколение Z. Ендігі сол поколение Z келе жатыр. Поколение. Оларға мысалға телефонды айтып түсіндірудің ешқандай қажеттілігі жоқ. Жоқ, мен мысалы деймін да, мен TikTok түсіре алмаймын, бірақ балам түсіре алады. Ол оған айтып та қажеті жоқ. Айтудың қажеті жоқ. Бәрі кетіп бара жатыр. Біздің алдымыздағы ұрпаққа TikTokты түсіндірмек түгіл, ол TikTok не екенін айтып түсіндіру мүмкін емес. Көрдіңіз бе, соның арасындағы гэп дейді ғой, параллельді көріп тұрсыз ғой. Яғни бәрі осыған қатысты. Тимурдың сөзін жалғастыра келсек, негізгі шектеуші фактор цифрлық сауаттылық. Әлі қараңыз. Шешуші фактор. Шешуші фактор осы. Міне бір байқағанымыз. Сондықтан зейнетке шығайын деп жатқандар, зейнетке шығатын мамандықта жүргендер. Ең бірінші соққы қалай келеді? Білесіз бе? Мына қазір болып жатқан мамандықтарға ең бірінші соққы цифрландыру тарапынан келеді. Қараңыз. Міне пандемия, карантин басталды бізде. Мына теледидарда өкінішке орай қандай бейнелерді көрдік. Блокпосттың арт жағында біздің азаматтарымыз, отандастарымыз тұр, көкелер ашыңдар, жұмысқа бару керекпін. Сонда қараңыз, цифрлық сауаттылығы жоғары адамдар жұмысқа физикалық түрде бармаса да, бірақ цифрлық ортамда, цифрлық құралдар арқылы жұмысты жалғастыра беруге мүмкіндіктері бар. Ал физикалық түрде бір жерден басқа жерге барып, сол физикалық құрал саймандармен физикалық жұмыс орнында жұмыс істеген адамдар, басқа цифрлық сауаттылығы болмаған адамдар өкінішке орай, көрдіңіз бе, бір сәтте, 1-2 айдың ішінде пандемия бір нәрсені көрсетті, мына цифрлық сауаттылықтың маңыздылығын. Цифрлық сауаттылық қазір сондай бір келесі шектеуші фактор болып шыға келді. Негізгі шектеуші фактор. Мына қашықтан оқуға келіңіздер. Қай семья цифрлық сауаттылығы жоғары, кемінде үйінде бір компьютерлары бар, ноутбуктары бар, Қазақтелекомның, Билайнның басқа өзінің бір жақсы интернеті бар, өздері білет, қосылады, балалары білет, қосылады, кемінде ата-анасы өздері біліп, қосып, звондасып, мінекей Zoom арқылы болды, Zoom-ды жүктеп, $15 төлеп керек болса 40 минут несінен қосылып, бәрін тексеріп, баланы отырғызып қойып, қосып, анамен келісіп, проблема жоқ болды. Сол семья енді қалай болса да енді толыққанды қашықтан оқуға процесіне қосыла келді. Сондықтан қазіргі таңда бірінші соққы мына цифрландыру тарапынан келеді, цифрлық сауаттылық. Мен жақында ұлттық кеңестің отырысында президентімізге сонда ұсыныс енгіздім. Қараңызшы, қызық тарихи факт. 1919 жылы 21 сәуір күні ХСРО кезінде Совет одағында жаппай сауатсыздықпен күресу декрет қабылданды министрлер кабинетінен. Ликбез деген тарихшылар біледі, ликвидация безграмотности, сауаттылықпен. Сонда бүкіл кішкентай изба читальня деген ауылдарда бірінші кішкентай бір үй қойып қояды, кітаптарды әкеледі. Мақсат Совет одағындағы бүкіл адамдарды, ересек адамдарды оқу және жазуға үйрету. Мінекейіңіз, бір ғасыр өтті, 100 жыл өтті, 100 жылдан 101 жыл өтті. Дәл осындай жағдайға келіп қалдық біз, енді жаппай цифрлық надандықпен, цифрлық сауатсыздықпен күресуге тура келді. Неге десеңіз, өкінішке орай,
цифрлық сауатсыздық бізде төмен деңгейде. Қандай деңгейде нақтырақ мысалы? Екі үлкен халықаралық зерттеу бар, біз қатысқан, Қазақстан қатысқан. Бірінші 2018 жылы iSeals деген ақпараттық және компьютерлік сауаттылық зерттеуі. 14 пен 15 арасындағы жас өспірімдер қатысады, оқушылар қатысады, орта мектеп оқушылары. 14 мемлекет қатысқан, біз 14-ші орында тұрмыз, ең соңғы орында тұрмыз. Және де 2018 бірақ. 2018 жылы. Және де былтыр өткен OECD, OESR деген үлкен халықаралық ұйымның тарапынан PIAC деген, бұл ересектер мен 16 мен 65 арасындағы ересек адамдарды зерттейтін 3 сауаттылықты зерттейді. Оқу сауаттылығы, ақпараттық сауаттылық, математикалық сауаттылықты. Сонда өкінішке орай біз өте төмен деңгейде тұрмыз. Және ақпараттық сауаттылық, әсіресе критикалық сыни ойлау қабілетінен біздің дамыған елдердің деңгейімен 2,2 жыл айырмашылығымыз бар. Яғни олар, былай қарасаңыз, мысалы мектептегі балалар ақпараттық сауаттылығы, компьютерлік сауаттылық, математикалық сауаттылық біздің оқып жатқан балалардан почти 2,5 жыл айырмашылығымыз бар. Олар 2,5 жыл алдыда болашақта, былай қарасаңыз. Ең қызығы, мысалға осы саясат айтып отқан зерттеулердің көрсеткісі бойынша, біздің елдегі мысалға біз осы үздік, осы білгір, жақсы оқиды деген озат оқушыларымыздың көрсеткіші жаңағы алда дамыған елдердің озат ең нашар оқитынның көрсеткішімен бірдей болып тұр. Тимур. Және ауыл мектептері мен қала мектептері өкінішке ең жаман тағдырсы, бізде өңірлік үлкен айырмашылық бар. Ауыл мектептері мен қала мектептердің осы өңірлік проблема басқа мемлекеттерде жоқ па, дамыған мемлекеттерде? Бар, бірақ бізге қарағанда ондай үлкен айырмашылық жоқ. Неге десеңіз, біздің өкінішке орай орта мектеп моделіміз элитарлық модель. Яғни біз ең мықты оқушыларды, ең мықты ұстаздарды бір 100 шақты, 200 шақты мықты мектептерде жинаймыз. Шоғырланып. Назарбаев зияткерлік мектептер, білім инновация лицейлері, РФМШ, Мирас, лицейлер, сондай бір арнайы мектептерді жинаймыз да. Ал мысалы Финляндия алатын болсақ, Финляндия осы үлкен зерттеулерде бесіктен түспейді ешқашан. Оларда эгалитарлық модель, яғни кез келген мектепте, қалалық мектеп болсын, аудандық мектеп болсын, ауылдық мектеп бір деңгейде ұстауға тырысады. Мен мынандай қызық факт, уақытында мен болашақты басқардым ғой, сонда біздің тұңғыш тағылымдамаларды енгізген жағдайда біздің ұстаздарымыз Финляндияға кетті бір топ. Сосын келгенде мен кездесем, олармен не ұнады? Жоқ, сол жақтан звондап маған бір кісі, ұстаз, сәке дейді, сіз сенбейсіз дейді, біз бір кішкене үлкен Улу емес, Хельсинки емес, бір кішкентай бір қалашық, бір ауыл, соның бір мектебіне бардық дейді. Кірсек, мына музыкалық аспаптар сыныбы, ішінде кәдімгідей кәсіби гитаралар, кәсіби бүкіл аспаптар кәсіби деңгейде. Сонда жергілікті сол мектептің кішкентай бір өздерінің бір тобы бар екен. Олар CD жазып, рок өздерінің бір тобы бар екен. Соның кәдімгідей микшерлері бар жазып. Мен көз таң қалдым дейді, бір кішкентай ауылдың деңгейдік, яғни жабдықтау деңгейі біздің ең мықты мектептердің деңгейімен. Біздің облыстық музыка театрларында. Өкінішке орай көрдіңіз бе, ең бірінші негізгі сұрақ қазіргі таңда бүкіл ата-аналарға өздерінің де балалардың да цифрлық сауаттылығын көтеру керек. Неге десеңіз, болашақ мамандықтар, келесі 5-10 жылда болған мамандықтар, кез келген мамандық болсын, кез келген салада өндірістік, қызмет, ең үлкен фактор цифрландыру фактор. Яғни енді кез келген маманға біріншіден цифрлық сауаттылық талабы өседі. Бір-екі ғана мысал келтірейін. Мысалы, мұнай және газ саласы. Мынандай бір қызық, өкінішке орай бір сондай статистика. Былтыр бітірген мұнай және газ саласындағы түлектердің 3% өз мамандығы бойынша жұмыста жүр. Неге десеңіз, мұнай газ саласында автоматтандыру деңгейі қазір өте жоғары. Яғни қазір адамсыз кен орындары деген ұғым шықты. Безлюдные месторождения деген орысша айтқанда, яғни үлкен кен орны мұнайды сорып жатыр, мұнайды тасымалдап жатыр. Бірақ бұрын сол үлкен өнеркәсіпте кемінде 1,5-2 мың адам жұмыс істеген, қазір 100-150 адам соны
қызмет атқарады. Неге десеңіз, бүкіл процестер, негізгі өндірістік процестер автоматтандырылған. Негізгі, ал оны жұмыс істейтін инженерлер енді мұнай-газ инженер емес, көбінесе ақпараттық технологиялар саласындағы инженер. Неге десеңіз, ана жинаған ақпаратты олар реттейді, жинаған ақпаратты сараптайды, яғни машиналық оқыту, жасанды интеллект, үлкен ақпаратпен жұмыс істеген, яғни қазіргі таңда геодезия, геофизика, барлау процестерінен бастап, ең соңғы нефтехимия, тасымалдау процестеріне дейін ақпараттық технологиялардың үлесі сұмдық қатты өсіп кетті. Тағы да бір мысал, тау-кен. Қалған 97% не істеп жүр сонда? Олар жұмыссыздар армиясының жоқ, басқа салаларға кетеді. 5 жыл соған арнады ғой. Таза өзінің алған мамандығы бойынша 3% ғана жұмыс істейді. Жоқ, сонда сол 4-5 жыл оқып келе жатқан адамдар білмеді ме, мысалы, ол ертең 4 жылдан кейін бұл мамандық оған керек болмай қалады. Немесе үміт па жаңағы 3%-ке кірем деген? Жоқ, қараңызшы, мен бірақ сөздің аузында. Өкінішке орай, біздің жобамыздың бастаған мақсаты да сол. Ата-аналарда, талапкерлерде, оқушыларда, кез келген азаматты алыңыз, өзіңізді алыңыз, мені алыңыз, қарапайым, түсінікті, қолданбалы бір құрал жоқ еңбек нарығына түсіндіретін. Міне қазір мысалы Қазақстанда, сосын тағы да бір үлкен мәселе, көп ата-аналар көбінесе неге қарайды? Мемлекеттік тапсырысқа қарайды. Солай ғой? Мемлекет грант берсе, яғни онда тапсырыс бар шығар, онда сұраныс бар шығар, олар білетін шығар. Олар біледі. Бірақ өкінішке орай, бұл сұраныс, тапсырыс, мемлекеттік тапсырыс, бұл қазіргі биылғы жағдайды көрсетеді. Ал сіз айтқандай 4-5 жылда бітіріп шыққанда еңбек нарығына жағдай мүлдем ауысып кетуі мүмкін. Бізде ондай толқындар бірнеше толқын болды. Мен онда жаңағы алдында қойған сұрағымды қайталағым келіп отыр. Болжау жасауға болар ма еді дегенде болады дедің. Жасады дедің. Көп елдерде. Неге біз сондай болжаудың нәтижелерін пайдаланбаймыз жоспарлау барысында? Ол сол болжаудың механизмі өкінішке орай моделі қазіргі таңда ондай ұлттық еңбек ресурстарды болжайтын модель деген бір бізде бар. Бірақ өкінішке орай оның көкжиегі 1 жыл. Және ұзақ мерзімді 3 жыл. Ал бакалавр 4 жыл оқиды, магистратура мен анаумен 4-5 жылға созылып кетеді. 4-6 жылға дейін созылып кетеді. Сонда біздің жасаған қазіргі мемлекеттік еңбек министрлігі жасаған болжамы енді 1 жылға ғана жетеді, 3 жылға ары кетсе 3 жылға жетеді. Шыққанда адам түлек нарыққа, еңбек нарығына шыққанда жағдай мүлдем өзгеріп кетуі мүмкін. Бірақ қана мысал құрылыс мамандары есіңізде болса 2000 жылдардың екінші жартысында құрылыс басталды, ойбай қанша ақша, неше түрлі құрылыс не болып кетті ғой, бум болып кетті ғой. Көп балаларды сонда берді сол ПГС деген өндірістік құрылыс, архитектура мүсін нелеріне. 2008 жылы есіңізде болса азияттық дағдарыс келді, перді де қанша тұрып қалды, стройкалар тұрды, дәлелдіктер шықты, бытчық қанша соттады, аналар түріктер қашып, бір пәле қашып, анау соттап кетті, мынау сотталып кетті. Сонда толқынмен анау төгілді, шықты. 2009-2010 жылдары инженерлер, құрылысшылар, бірақ еңбек нарығында жағдай мүлдем өзгеріп кетті. Сондықтан осындай бір 5-6 толқын осындай болды біздің тарихымызда. Сондықтан қазіргі таңда келесі 5 кемінде 10 жылда еңбек нарығы қалай өзгереді, қандай жаңа мамандықтар шығады, қай мамандықтар өзгереді, сондай бір үлкен жобаны біз қазір бітіріп жатырмыз, жаңа мамандықтар атласы. Кішкене ақпаратпен бөлісе аласыздар ма осы аяқтап жатқан болжамдарыңыз туралы? Енді бұл мен бір құпия дүниені сұрап отқан жоқ шығармын, кішкене де болса құпия емес, көп адамдар дайын отырсын шынында да. Толықтырып кетейін. Жалпы мамандық таңдау немесе еңбек нарығы деген кезде бұл бір жақты процесс емес, яғни тек қана мемлекет қандай да бір жоспарды жасап, жаңағы ата-аналар немесе мамандық таңдайтын жастар соған аузын ашып қарап отыру керек деген сөз жоқ негізі. Немесе ата-аналар немесе жаңағы мамандық таңдайтын жастар өзі бірдеңе таңдап алып, бірақ мемлекет. Әрине. Қандай мамандықтар пайда болады? Яғни, мен мысалы білмейді екен, түсінбеймін, мысалы биолог сына деген мамандық пайда болуы мүмкін бе? Яғни осы мамандық таңдау, сосын еңбек нарығы жағынан келгенде,
бұл мемлекет тарапынан ол жоғарғы білім беру орталықтарында берілетін мамандықтарға негізі тапсырыс беруші болып рөл атқарады. Сосын еңбек нарығына негізгі жаңағы басқаруын жүргізеді, мемлекет немесе министрліктер. Осы орайда еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі, Саясат Нұрбек мырзалар бастаған жаңа мамандықтар атласы жобасы атқарылып жатыр. Бұл сол мемлекет тарапынан қолға алынатын іс. Және дер кезінде қолға алынды деп есептейміз. Бұл экономиканың негізгі 9 саласы бар. Мұнай және газ, тау-кен, туризм, IT, ауыл шаруашылық деген секілді. Тағы сол сияқты салаларда қандай мамандықтар қазір ескіріп келе жатыр, қай мамандық зейнетке шықты, қандай жаңа мамандықтар пайда болады жақын 5-10 жылда. Соларға форсайт сессиялар арқылы үлкен зерттеу жасап, еңбек министрлігі, сосын білім министрлігі арқылы сол біртіндеп жоғарғы оқу орындарға мамандықтардың тізімін түсіреді. Бұл мемлекет тарапынан жасалып жатқан істің бірі. Ал төменгі жақтан, яғни жалпы халықтың тарапынан, оған біздер кәсіби бағдар, оқушылардың профориентациясы, олардың қабілеті мен таланттарын анықтау деген жақтан келіп жатырмыз. Бұған қатысты Edu навигатор деп аталатын проект жасап жатырмыз. Демек, түсінік мынандай. Яғни, мемлекетте өзінің болашақ еңбек нарығын зерттеп білу керек, және оған өзінің халқын дайындап білу қажет. Яғни, осындай жаңа мамандықтар арқылы. Тиісінше халық та немесе болашақ еңбек нарығының армиясы да соған өз деңгейінде дайын болу керек. Өз деңгейінде дегеніміз өзінің қабілеті мен талантының деңгейінде. Яғни негізі ол керемет художник болу керек еді, бірақ әке-шесінің айтуымен мұнайшы болып кетті. Тиісінше ол әрине жаңағы 3% жұмысқа тұрған мұнайшылардың тізімінде болмайды. Болмайды. Көрдіңіз ғой? Сондықтан бұл жан-жақты күрделі процесс. Мен тағы да бір нәрсені қосып кеткім келеді осы жерде. Жойылып кететін аяқ асты, болмаса аяқ асты пайда болатын мамандықтар. Енді қараңыз, пандемия өкінішке орай мына болып жатқан өзгерісті қазір итеріп жіберді алдыға. Тездетіп жіберді. Яғни цифрландыру қарасаңыздар, өте осыдан 2 жыл бұрын өмірімізді салыстырып көріңізші Қазақстандағы. Ол кезде Каспий Голд енді шыққанда жоқ 2009. Яндекс, енді Глова, Вольт. Қазір қарасаңыздар, біздің өміріміз осы соңғы 2 жылдың өзінде қалай өзгеріп кетті. Цифрланды толыққанды біздің өмірімізге кіріп жатыр. Қалада тұратындардың барлығы меңгеріп алды бірақ. Ақшаны аудару деген, қараңызшы, 1 секунд бұрын ақшаны аудару деген кәдімгідей бір қиын бір процесс. Қазір міне қараңызшы, 1 секундтың ішінде ақшаны алу. Бір ғана клик. Мына Каспийдің IPO шыққаны көріп отырсыздар, $6,5 миллиард. Ең бірінші тұңғыш технологиялық юникорн дейді ғой, единорог компаниямыз Каспий болып шыға келді. Банк саласында. Миллиардерларымыз пайда болды. Сондықтан мен 5 саланы айтушы едім қазір. Осы процесс келесі 2-3 жылда қазір жылдамда. Бірінші, әрине цифрландыру, ақпараттық технологиялар саласы. Ақпараттық технологиялар мамандары, саласындағы мамандар қазір ең үлкен талапқа, ең үлкен сұранысқа ие болады. Біріншіден, қазіргі таңда бүкіл мына Каспийдің өзі, олардың негізгі сұраныс ол ақпарат. Сізден ақпаратты көп алады, және сізге жекешелендірілген қызметтерді көрсетіледі. Мысалы, Каспийға баратын болсаңыздар, бұл Каспийдің жарнамасы емес, бірақ бұлар өте ең бірінші осыны толыққанды түсінген солар болған. Сіз Каспийға несие алуға барсаңыздар, сіз туралы қандай ақпарат бар желіде, соның бәрін сорып алады да Каспийдің алгоритмдері. Сіздің, мысалы, мен барып несие сұрайтын болсам, Саясат Нұрбек осындай жұмыс істейді, жалақысы осыншама, уақытында кредит алған, қайтарған, ана скоринг деген бәле бар. Қандай тауар сатып алды Каспийдің қызметке, Каспийден емес, бүкіл қай жерде менің бір ізім бар, цифрлық ізім бар, соның бәрін жинап алады да, скоринг арқылы Каспийдің қызметкеріне шық деп беріп қояды. 97.5% мына кісі қайтарады сізге несиені. Ол ойланудың қажеті жоқ, саясатқа сұрақ қоюдың қажеті жоқ. Бірнеше минуттың ішінде маған шешім қабылдап бере салады. Сондықтан
ақпаратпен жұмыс істейтін мамандар қазір мына дата инженер деген жаңа ұғым пайда болды, және дата сайенс деген өз бетімен үлкен сала пайда болды. Ақпаратты реттейтін, ақпаратты сақтайтын, ақпаратты болжамдайтын, сараптайтын дата инженерлер, мына машиналық оқыту деген. Неге десеңіз, ақпараттың көлемі соншалықты көп, адамның миына сыймайды, адамның ондай қабілеті жоқ. Мен айтамын да, сол қандай сервер, соның барлығын сыйғыза. Бізде сабақ болған big data деген. Сондықтан қазіргі таңда мына жасанды интеллект пен машиналық оқытумен істеген инженерлер келесі 3-5 жылда ең үлкен сұранысқа ие болды. Қазірдің өзінде Ең байлар солар болады ғой. Ең байлар солар болады. Сондықтан ең үлкен компаниялардың басында қазір қарасаңыздар, Netflix-тен бастап сол дата инженерлер тұр. Неге десеңіз, ақпараттың бұрын ғана есіңізде бір тезис болды ғой, кім ақпараттың иесі, сол әлемнің иесі билейді. Жоқ, қазір ол тезис өзгерді. Ақпарат соншалықты көп, енді кімнің қолында сол ақпаратты сараптайтын құралдары бар, сол әлемнің иесі болады. Сондықтан мына енді оған кім үйретеді бізді? Бізде 5-ақ қана жоғары оқу орны бар қазір: Сулейман Демирел университеті, КБТУ, Қазақ-Британдық университет, Назарбаев университет, МУИТ, халықаралық IT университеті Алматыдағы, және Астанада ашылған Астана халықаралық IT университеті. Яғни дәл осы айтылған мамандықтарға. Дәл осы мамандықтар. Екінші, оқытушылар қайдан? Жарайды. Енді жоқ, жаман емес. Оқытушылар қайдан? Назарбаев университетте, КБТУ, СДУ, мына және IT университетте шетелден келген оқытушылар бар. Сондықтан осы мен айтып кеткен 5 университет қазіргі таңда енді бәсекеге қабілетті бір деңгейде осы салада дайындайды. Неге бәсекеге қабілетті деп айтып отырмын? Неге десеңіз, осы жоғары оқу орындарының түлектері шетелдік компанияларға еркін жұмысқа Google-дан бастап. Жұмыссыз қалмайтындар ғой, былайша айтқанда. Жұмыссыз мүлдем қалмайды. Жақсы, біреуін түсіндік. Ары қарай кеттік. Екінші, ақпараттық қауіпсіздік. Мына басында Тимур айтып кетті ғой. Неге десеңіз, кибербезопасность. Кибербезопасность, cyber security деген пәле. Қазір осы салада қарасаңыздар, күнде бір пәле шығады. Күнде бір жаңалық шығып жатыр, ана жақтан ұрлап кетті. Менің кеше ғана маған Инстаграмда мен бір пост жазғам. Бір ресейлік WhatsApp-тан, ресейлік бір нөмірді маған келді, кешіріңіздер, бәрі дұрыс жасалған, мен алданып кетуші едім бар ғой. Осылай сіз Инстаграмның қағидаттарын бұзып, осылай осы сілтеме арқылы кіріп, петиция жазыңыздар. Сонда ғана мен түсініп тақ келмейді. Инстаграмға жазып жібердім. Олар кешіріңіздер, осылай қазір көп көбейіп кетті, байқап жүріңіздер, сақ болыңыздар. Қазіргі таңда ақпараттық сақтау, ақпараттық қауіпсіздік саласында үлкен сұраныс болады, сұмды үлкен сұраныс. Сондықтан бұл жерде бірнеше мамандық шығады нарыққа. Енді мына шифрландыру, ол басқа, міне қазір жеке ақпараттық сақтандыру аудитор деген бір мамандық шығады. Енді қараңыз, ақпарат өте көп, инфрақұрылым жеткіліксіз. Қазіргі таңда инфрақұрылым мәселелер, инфрақұрылымна коммуникация саласындағы инфрақұрылым инженерлері өте үлкен сұранысқа ие болады. Мына кейініз, ағашықтан оқытудың өзі қалай перді бізге байланыс естілмей қалады, үзіліп қалады, серверлерді сыймай қалады, ана жақтан мынау жанып қояды, мына жақтан мына. Қазір мына мысалы Илон Маск Starlink деген жаңа жүйені енгізіп жатыр. Жер серіктерді 60 мыңын қашан орбитаға шығарып, бүкіл дүниежүзі Wi-Fi-мен қамтамасыз етті. Сондай бір көзге алды. Мүмкін болғанда, міне кейініз қазір тестілеп 100 мегабитке үзілмейтін кәдімгідей солтүстік Америкада толыққанды беріп жатыр қызметтерін. Ақырындап 2021 жылға дейін ақырындап бәрін жабдықтаймыз деген сондай. Сондықтан мына коммуникация саласында инфрақұрылымдық инженерлер келесі 5-10 жылда үлкен сұранысқа ие болады. Осыны ұмытпаңыздар. Бізде мына Сатпаев университеті, бұрынғы политех, сол КБТУ, СДУ, Қарағанды техникалық мемлекеттік университеттер жаман емес деңгейлер мысалы. Тағы да бір тез-тез 2-3 саланы айтып кетейін. Ұстаздық, педагогикалық сала. Мен соны білейін деп отыр едім. Мұғалімдер не істейді? Жоқ, мұғалімдердің қазір рөлі де, маңыздылығы да, тапқан жалақылар да сұмдық өседі. Неге десеңіз, үлкен дефицит, тапшылық. Қазіргі таңда 1,5 миллиард оқушыға үлкен тапшылық жетпей жатыр. Кемінде 1,5 миллион ұстаз жетпей жатыр дүние жүзінде. Және де қазіргі таңда ұстаздыққа жаңа талаптар қойылды. Мына цифрлық дүние жаңа талаптар қойды. Біріншіден сол цифрлық сауаттылыққа, мазмұнға, енді әсіресе педагогика саласында бір қатар жаңа мамандықтар пайда бола бастады.
Неге десеңіз, енді тек қана ұстаз бұрын өзінің мазмұнын дайындайды, ұлттық стандартқа сай бір презентацияларын, бір нелердің раздатқасын дайындап дәріс өткізеді. Енді өкінішке орай ұстаздың беріп жатқан мазмұны мүлдем басқа талаптар қойылды. Неге десеңіз, цифрлық ортамға шыққан бала жасайды ғой қазір. Жоқ, жаңағы мен айтып жатқан. Енді цифрлық ортамға шыққан жағдайда өкінішке орай ұстаздың мазмұны енді үлкен индустриялардың мазмұнымен тура, сіз неден шықтыңыз ғой, мысалы бұрын авторлық бір бағдарламамен шығасыз, енді қалай болса да сіз өзіңіздің аудиторияңыз бар, былай шыға. Енді қазір TikTok бар, кез келген адам журналист, кез келген адам өзінің мазмұнын жасайды, контент жасайды. Кез келген адам Netflixтен бастап, Instagram, қазір былай қарасаңыз, авторлық бағдарлама деген бұл азаматтық журналистика деген бір феномен шықты ғой. Сондықтан сіздің мазмұныңыз былай қарасаңыз, енді миллиардтаған адамдардың мазмұнымен бәсекеге тура келеді. Ұстаздықта дәл сондай жатайды. Сондықтан ұстаздықта қазір бірнеше педагогикада бірнеше мамандықтар, мысалы игротехника, игропрактика деген өз бетімен үлкен бір ғалымға айналды. Енді кез келген мазмұнға, білім мазмұнына сіз ойын элементтерін қосуыңыз керек. Неге десеңіз, ойын арқылы баланы қызықтыра аласыз. Енді соларға дәріс бере алатын ұстаздар бар ма? Сондай ұстазды бар. Сондықтан ұстаздыққа бұл жақында келесі енді кемінде 5-10 жылда құрмайтын, өлмейтін мамандық. Сұраныс өсіп келе жатыр. Қазір қарасаңыздар, ұстаздардың жалақылары да жаман емес. Және жалпы дүние жүзінде көп мемлекеттердің, үкіметтердің көздері жетті. Ойбой, қашықтан оқытуға жаппай көшу барысында ұстаздың негізгі рөлі ұстаз екен. Және ұстаздар аз екен, ұстаздардың жалақылары төмен екен, ұстаздардың цифрлық сауаттылығы төмен екен. Енді көп инвестициялар осы салаға басталды. Қарасаңыздар, біз енді IT салада жүрміз ғой Тимурмен. Ең көп инвестициялар қазір ол мына EdTech деген ұғым бар, Education Technology, білім саласындағы технологиялар. Ең қазір бай компаниялар, VIPKit деген, мысалы Қытайдың несі, бірнеше миллиардтаған ақшаны құйып жатыр білім саласына. Неге десеңіздер, адамдарды жаппай бір саладан басқа салаға көшіру үшін, жаңа мамандықтарды оқыту үшін жаңа білім принциптеріне көшуіміз керек. Бұрынғы білім принциптері жұмыс істемей жатыр. Педагогикалық дизайн саласында жаңа мамандар пайда болады. Контент жасайтын жаңа мамандықтар пайда болады. Мысалы, онлайн курстарды жасайтын, енді жай ұстаздың шамасы жетпейді, конструкторлар пайда болады. Онлайн курстардың конструкторлары. Бізде Қазақстанда мысалы бірен саран өте аз. Бізбен Эрик Сотла деген бір Эстония деген маман жұмыс істеді бізде. Қазір Алматыға көшіп кетті. Мысалы, 10 шақты, 20 шақты ондай өте аз. Сондықтан бұл өте үлкен сұранысқа ие болады. Мен бір қазір 4-еуін естідім. Тимур, сен қазір жойылып кетеді-ау деген мамандықтарды айтшы. Жойылып кетеді? Жоқ, қазір, бітті осы 1-2 жылда біз енді қазір бір 4-5 жылға болжам жасадық, шамамен? Әлде бір 10 жылға ма? 5-10 жылға. 5-10 жылға. Біз қазір бір 4 мамандықты атадық қой деймін. Көбісі енді кибербезопасность жаңағы айтқан. Енді көп, мен айта беруім бірақ мысалы біліммен, ақпаратпен жұмыс істейтін, оның ішінде машиналарға оқыту инженерлер, жасанды интеллектпен жұмыс істеген инженерлер, мысалы мына серверлардың архитектурасын жасайтын инженерлер. Олар мына серверді алдын ала сіз жоспарлауыңыз керек. Оның архитектурасы қандай болады, қандай контент сақталады, контентті қалай жеткізесіз, ол сосын ақылды желілер болу керек. Мысалы, контент көп болып қалған жағдайда CDN деген пәле бар, Content Delivery Network. Мысалы, YouTube-тың көп адамдар бір видеоны қарап қойса, қарап отырса, ол видеоны сіз басқа жерде соларға жақынырақ сақтап қойып, тез беріп тұруыңыз керек. Ал бәрі сол бір контентке сұраныс, ол сұмдық ондай үлкен өз бетімен қазір инженерлік детальдар көп. Оның ішінде кемінде бір 10 шақты, 15 шақты әр салада, әр бағыт бойынша. Демек, жойылып жатқан мамандық көп пе, әлде пайда болып жатқан мамандық көп пе? Қандай да бір не айта аламыз? Бұл жерде осындай бір жаңағы 0 мен 1-дің арасындағы секілді нақты шекара жоқ та? Жоқ, ондай. Мысалға, журналистика деген мамандық жойылады, жоқ деп айтуға болады. Әрине. Бірақ журналистика онымен жоқ болып кетпейді ғой. Журналист деген негізі қалады. Яғни оның негізгі принципі не ол? Ақпарат жеткізу болса, оны енді қалай жеткізу керек? Онлайн жеткізу керек пе, офлайн жеткізу керек пе? Бәлкім конвергентті журналистика
қажет болар, бәлкім мультимедиялық журналистика қажет болар, иә. Бәлкім TikTok журналистика пайда болады шығарсыз. Яғни мысалға осыдан бір 2-3 жыл бұрын осындай мынандай мамандықтар жойылады деп педагогтарды, журналистерді, аудармашыларды, юристерді, бухгалтерлерді айтып шықты да. Бірақ мен онымен бұндай парадигмамен түбегейлі келіспеймін. Себебі ол әуелден базасы бар мамандықтар. Өзің айтқандай басындағыдай. Сондықтан ол түбегейлі жойылып кетпейді. Бірақ компетентті жоғары адамдар үшін басқа қырынан ашылады. Мысалға, қатардағы бір жай аудармашы үшін, аудармашы мамандық жойылады. Себебі сізде Google Translate бар. Себебі сіз Skype арқылы, мысалға саясат шетелдік азамат болатын болса, екеуміз Skype'пен сөйлесіп отыратын болсақ, Skype оны тікелей аударатын функциясы бар. Сосын анау Google AirPods бакен, Google бір наушник шығарды. Сіз құлағыңызға наушниктің салып тұрасыз, сізге испан тілінде, немесе жапон тілінде сөйлеп жатса, жаңағы наушник автомат түрде Google Translate арқылы сізге аударып тұрады. Тиісінше базалық деңгейдегі аудармашылардың кастасы жойылады деген сөз. Бірақ ол деген сөз мемлекеттік, халықаралық деңгейдегі жиындарда президенттің қасындағы аудармашы жойылып кетеді деген сөз емес. Көрдіңіз ғой? Бірақ ол президенттің жанындағы ілеспе аудармашының кәсіби қабілеті өте жоғары. Көрдіңіз ғой? Сондықтан бірақ оның бәсекеге не болу керек? Бәсеке өте қабілетті болады. Сондықтан жалпы саясаттың манадан бері айтып отырғаны, бұл цифрлық заман болғаннан кейін барлық мәселе цифрлық қабілеттерге келіп тіреледі де, себебі цифрлық технология негізгі базовый функционалдың барлығын алып қойып жатыр. Автоматизация арқылы, роботизация арқылы. Мысалға жақында анау Жетісай ауданының баспасөз хатшысы бір Фейсбуктегі досымыз бір жаңағы нені көрсетті, автоматты мақта жинайтын да. Ол әрине бұл соңғы технологияның жетістігі деп айта алмаймыз, бұған дейін де бар. Бірақ біздің елімізде енді жаңағы мақтаны қолмен жинайтын, көрші елден шақыратын гастарбайтерлер азайып жатыр деген сөз. Оның орнына автомат келіп жатыр. Осылай біртіндеп жойылады. Бірақ есесіне оның орнына жаңағы базовый компетенциядан жоғары, біліктілігі жоғары адам. Бірақ меніңше сіз нақты мамандықтарды сұрап отырсыздар, сондықтан мен нақты айтайын. Мысалы, кассирлер. Қарасаңыздар, қазір Каспий Голдтың өзі қалай өзгертіп жүрді өмірімізді. Бұрын барып бір жерге төлеп. Шетелде мысалы кассирлар жоқ қой айтпақ. Бәрі автоматтан өзің өткізесің, өзің төлейсің, ары қарай пакетіңе салып береді, алып кетеді. Өте аз қалды, көп жерлерде қалған да жоқ кассирлар. Қазір төлемдерді мысалға автоматтардың өздері қалай өзгертіп жүрді өмірімізді. Немесе кондукторды айтуға болады, бұрын кондуктор, қазір барлығы QR кодпен. Мына ортада тұрған адамдар бір нәрсені бір адамнан алып, басқа бір жүйеге жүктеп, немесе бір жерден алып, басқа біреуге беру. Тасымалдаушы адамдардың бәрі жойылды. Тасымалдаушы ортада тұрған адамдардың сол функциясы жойылып жатыр да. Неге десеңіз, цифрлық технологияның негізгі функциясы мына ортадағы адамды жою. Қарашы, ортадағы адамдардың жасын алайықшы. Олар кімдер? Учетчиктар, складовщиктар, кітапханашылардың өзі. Мысалы, бұрын қазір автоматтандырылған кітапханалар өте көп. Мен 2004 жылы менің әйелім Голландияда оқыды, сіздің балаңыз қалаған. Сонда мен Лейден деген университеті, мен барғам, мен де оқып жатқам, Италияда ол неде, сосын мен кітапханаға барғам, әйелім кіргенде жоқ кітапхананың ішіне, мынандай бір жәшік тұр, жәшіктің ішіне кітапты лақтыра салды да, өзінің ID карточкасымен тыңқ деп болды, кітапты тапсырдым. Сонда мен кітапты қалай аласың? Интернеттен жазып қоямын дейді. Дайындап қояды. Университеттің кіреберісінде дайындап қояды. Шолпан, Шымшиковаға сіздің кітабыңыз берген тапсырды, аламын да. Сонымен кітапханашы қайда? Кітапханашы жоқ дейді. Жоқ, автоматтандырылған. 2004 жылы. Сондықтан мына кітапханашылар, учетчиктер тауарды алды, тауарды берді, тауарды алды, тауарды берді. Мына BI Group басқалардың жарнамасын жасап қоямын мысалы. Қазір өздерінің нелерінде, құрылыстарында көп нәрселерді осындай автоматтандырылған неге беретін болды. Құрылысшы келеді, заявкасын тастайды, өзінің ID карточкасы бар, нелерді беруге бастайды оған керекті. Құралдарды, ешкім еш нәрсе ұрлай алмайды.
енді үйіне алып кете ұрласа алмайды. да нақты жазылып қояды осындай Иә. кісі осындай уақытта. Қазір осындай нелерге қатты көшіп жатырмыз. Мен жаңа жасты бекер сұрамадым, байқасаңыздар, нақ Иә. сол жердегі адамдардың жасы енді бір 50+, көп Иә, жағдайда иә, үлкен кісілер жұмыс иә. жасайды. Біз сонда бір поколение адамдар мысалы жұмыссыз қалады деген қорқыныш жоқ. Ең үлкен қауіп қатер сол. Мына жасы әсіресе 50-ден астам адамдарға ең үлкен соққы солар келеді. Ең үлкен соққы солар келеді. Ең Олар жаманы мысалы әлі жас қой, былай қарасаң. Иә. Қатты біз бұрын айтатынбыз 50-дегілер уже кәрі деп, қазір 50-дегілерім өте жас қой. Иә. Мысалға қазір анау әсіресе бұл тенденция карантин келіп, пандемияның ситуациясында мұғалімдердің кейпінде анық көрінді, байқадыңыздар ғой? Қай мұғалім жас болса, сол тез іліп кетті. Иә, тез үйреніп кетті. Google Meet'ті болсын, Skype'пен тез игеріп, сосын сабақтарды тез беріп кетті. Сабақтарын тез слайдқа алмастырып, онлайн форматқа ауыстырып. Ал үлкен апайлар, ол сол оқушылармен бірге аузын ашып, жаңағы енді қайттым, ойбай, WhatsApp бола ма деп біраз абдырап қалды. Сондықтан да, иә, бұл үлкен кісілерге біраз соққы болады. өте көп адамдар звондап маған, сол жасы келген ұстаздар. Мен оларға сол біздің платформамыз арқылы адамдарды тауып беріп, репетиторлар кәдімгідей ақша төлеп, Ұстаздарға үйретті. Цифрлық сауаттылығын кәдімгідей ақша төлеп, дайын болды ақша төлеуге. Отырып, оларға кәдімгідей қарапайым, сондай мына Zoom-ды қалай қосу, нені қалай қосу, Microsoft Teams, сондай дәрістер берілді. Жаңа мамандықтарды таңдауға келгенде жынысқа бөліп айта аламыз ба? Мысалы, бұл мамандық қыздарға көбірек жарасады. Немесе қыздар бұл мамандықты жақсы алып кете алады, яғни бейімделген деп. Ең қызығы, автоматтандыру мен цифрландыру әйелдерге, қыздарға, қыз балаларға үлкен мүмкіндік береді. Яғни бұл теңдеуші фактор болып шыға келеді. Қазіргі таңда қарасаңыздар, неге десеңіз бұрын, осыдан 200 жыл бұрын қарасаңыздар, мынадай түсінік бар ғой, саясат мойындайық. қарағыш. Кейбір отбасында мынадай, ол қыздың таңдайтын мамандығы емес. Немесе ол ұлдың таңдайтын мамандығы емес деген сол стереотипті бұзу керек. Міне, қазіргі мен оны бекер айтып отқан жоқпын, әлі күнге дейін бар ол. Және қарасаңыздар, Немене IT дейді. қазір ең үлкен компаниялар Google-дан бастап, Facebook-тан бастап, олар көбінесе қыздарды алғысы келеді. Неге десеңіз, мына код жазу, программалау, зейінділік жоқ. Әйелдердің өздерінің ерекшеліктері бар екен, басылымдықтары бар екен. Я неге десеңіз, зейінділік, бір нәрсені отырып, қадағалап, ұқтылық, әйелдерге бәсеге қабілеттілігін береді. Яғни қазіргі таңда мына қарасаңыздар кез келген, мына соңғы бір 5 жылда Google Tech for Girls, кішкентай қыздарды алады да, менің өзімнің кішкентай қызым, үлкен қызым, барып, ана сондай конкурсқа, көп сондай конкурстар қазір, өте көп дүние жүзінде. Ең Африкаға барады, Азияға барады, неге дегенсеңіз, қыздардың мына бағдарламалық цифрлық технологиялар қабілеттері өте жоғары екен. Кәдімгідей жоғары екен. Сондықтан цифрлық технология мен автоматтандыру қазір былай теңдеуші фактор деп айтуға болады. Мақсатты түрде балаларыңды осы саланы таңдауға итермелейсіңдер ме? Мен өзім итермелеймін, мысалы, жеке басым. Тимур. 3 баланы да қазір мен қазір тек қана сонымен. Каратэсі бар, футболы бар. Тек қана емес, бірақ мына цифрлық сауаттылыққа мен қазір, бірақ биыл мен қатты қуандым. Осыдан 5 жыл бұрын бастадық біз, кәдімгідей бағдарламалар курсына, алгоритмикаға, робототехникаға отырғызып, әрқайсысына ноутбук сатып алдым кішкентай кезінен. Әрқайсысына басында сол ана өзінің мәңгі дилеммамыз ғой, кішкентай бала ұялы телефонды аламық па, алмайық па, ерте берейік, бермейік. Өкінішке орай, міне пандемия сол сұрақтардың бәрін шешіп тастады. Енді ноутбугі болмаған, өз электрондық поштаны ашпаған. Сұрап жүріп, жалынып жүрген баланың бәрі автоматты түрде ноутбугі бар. Енді оларға өзіміз барып жүгіріп сатып алып отырғызып. Ең қызығы, олар біледі ғой қандай ноутбук сатып алу керек екенін. Интернетіміз қосып қойып отырып, бала оқы, не істейміз. Сондықтан бұл дилемма өкінішке орай шешілді. Мына қазір Netflix-те сондай бір жақсы деректік фильм шықты, Social Dilemma деген, әлеуметтік дилемма. Дәл осы мәселені айтады. Енді сонда көп сарапшылар айтады, өкінішке орай дейді. Бұл зиян келтіру мүмкін балаларға, кішкентай кезден көзді. Бірақ дүние өзгергенде, заманның талабы өзгергенде, цифрлық сауаттылық ең негізгі сауаттылықтың түріне айналуға бастады. Бір 2-3 саланы айтып кетейінші, сосын қосып қоясың. Медицина саласы. Бүкіл үкіметтер мына пандемияның кеселінен көздері жетті, медицина саласында қызметкерлер аз,
олардың жалақылары төмен. Қазіргі таңда мына бүкіл үкіметтер осы медицина саласына үлкен қазір инвестициялар құйып жатыр. Әсіресе міне бірнеше мамандық, эпидемиология, вирусология, осы салада мамандықтар мүлдем аз екен. Қазақстанда өкінішке орай 2013 жылы мына кафедралар жабылып қалыпты, өкінішке орай. Қазіргі таңда мына кәдімгідей мына эпидемиологияны білетін математикалық модель жасайлайтын адамдар жоқ екен бізде. 2011 жылы шыққан бір пандемик деген кино атақты, соны қазір бәрі көріп жатыр. Сонда ана негізгі бір кейіпкер өліп қалды, ол бейшара бірақ ана қыз. Бірақ бір қалаға келеді, қалада мына әкім отыр, басқа сол мәслихаттың депутаттары отыр, сенбейді не. Сонда ол былай бір не алады да, тақтада айтады, мінекейіңіз, мына модель былай, мына жерде бірінші күн осынша адам өледі, сосын былай. Сондағылар прогресті көрсетеді. Яғни математикалық модель, математиканы жақсы болса да, қазіргі таңда эпидемиологияны ғылыми түрде зерттейтін үлкен бірнеше қатар мамандықтар пайда болады. Және генетика мен биотехнологиялар саласында неге десеңіз, мына вирустардың өздерінің генетикалық кодтары өте күрделі екен. Қазіргі таңда мына ковидтің бірнеше өздерінің түрлері бар, мутацияға жатады екен. Осыны зерттейтін бізде өте аз сарапшылар, мүлдем өте аз. Сондықтан осы саласында балаңыз медицинаға жақын болса, осы салаға көбірек ден қойыңыз. Үлкен тапшылық болады, сұмдық тапшылық. Дүние және де өте жақсы ақша табады. Қазір қарасаңыздар, өңірлік әсіресе ауруханаларда тапшылық, мамандар аз, әсіресе жас мамандар, терапевт, 800-900 мың теңгеге дайын төлеуге бас дәрігерлер, анестезиологтарға неге десеңіз, ондай сирек мамандар аз, және өңірлерге бармайды. Менің жас бір нем бар, жиенім бар, қазір Талдықорғанға кетіп қалды. Кәдімгідей қазір үлкен ақша, Астанадан да көп ақша алып жатыр қазір, жалақысы өте жоғары. Келесі сала тасымалдау және логистика саласы. Неге десеңіз, пандемия мынандай бір қызық нәрсені көрсетті. Қызық екен, мен жойылатын мамандық па деп ойлаған едім. Көп компаниялар онлайнға кетіп қалды. Яғни неге десеңіз, өздерінің бизнес модельдерін өзгертіп берді. Және көп адамдар да психологиялық тұрғыдан үйреніп қалды. Онлайн заказ беру, тамақты онлайн сатып алу, киім-кешекті онлайн сатып алу, кез келген нәрсені онлайн сатып алу, әден кәдімгідей үйреніп қалды қазір. Міне қазір нарықта қарасаңыздар, Глова, Вольт секілді, яғни кез келген тауарды, кез келген қызметті бір жерден алып, оны екінші жерге апару. Жаяу болсын, великий болсын, маңызды емес. Ал мына бүкіл процесті ұйымдастыру, ол өз бетімен ғылым, былай қарасаңыз. Supply chain management деген үлкен бір ғылым бар. Қазір осы саладағы мамандар, көресіздер, келесі 3-5 жылда өте үлкен тапшылыққа ие болады. Және ауыл шаруашылықты айтып кеткім келеді. Неге десеңіз, дүние жүзінде пандемияның кеселінен мына қалыптасқан жүйе қазір күйреп кетті, бұзылып кетті. Яғни бұрын етті, банан жақсы мысал. Бізде қарасаңыздар, банан ең сапалылар Эквадор, жазып тұрады, Эквадордан келеді, сосын Филиппинден келеді, сосын Түркиядан нелерден келеді, теплицалардан келеді, арзандары, жақсылары бірақ. Сонда қарасаңыздар, енді Эквадордан келе алмай қалыпты. Қандай әке екенінде көрініп тұр, иә? Келе алмай қалды қазір. Эквадордан да, Филиппиндерде де, қазір мына түріктер қатты бізге не істеп жатыр нелерді. Атақты Инстаграмда не бар ғой? Жас аспаз, жап-жас жігіт. Соның соңғы Инстаграмын қарасаңыздар, үлкен дәу теплицаның ішінде банандарды кесіп жүрді, кәдімгі мына зом, несі бар, пышағы бар, шақ деп кеседі, мына үлкен бананның несімен кетіп бара жатыр. Сонда қарасаңыздар, мына бұрынғы ауыл шаруашылық өнімдерді жабдықтайтын жүйе бұзылып қалды. Қазір өңірлік жүйелер құрылуға басталды. Сол өңірлік жүйелерді енді жаңа мамандықтар шығуға бастады. Ал Қазақстанда дәстүрлі мамандықтардың өздерінің үлкен тапшылығы бар. Агрономия, ветеринария, әсіресе генетика мен биотехнологиялар саласы. Неге десеңіз, бізде шығарылған ауыл шаруашылық өнімдері өкінішке орай халықаралық стандарттарға сай емес. Мына Ақмаржан деген күріштің мысалы сорты бізде 50-60 жылдары шығарған селекция деген селекционерлер өте аз бізде. Ал Қытайда мысалы әр ай сайын 20 жаңа күріштің түрі шығады. Олардың селекция мен генетика деңгейлері қазір өте қатты өсіп кетті. Сондықтан осы салада үлкен инвестициялар құйылады. Мысалы Еркін Татишев білесіздер,
ет саласы, тұқым саласы. Tyson Group деген ең үлкен ет шығаратын ақштың қазір компаниясымен келісіп, 2,5 миллиардтан жуық үлкен мына ет комбинаттардың желісі құрылады Қазақстанда. Казбиф емес, ол басқа бір Tyson Group'тың несі. Осы үлкен жобаға қазір сұмдық көп мамандар керек болады келесі 5-10 жылда. Әсіресе сол селекция, ветеринария, және де мынандай өте перспективті мамандық. Ол ауыл шаруашылық саласындағы қауіпсіздік, яғни мына кез келген етті сақтау, шығару, оның өздерінің стандарттары бар. Сол халықаралық стандарттар өте жоғары, экспортқа шығару үшін сол стандарттарға сай болу керек өніміңіз. Сол қауіпсіздік, мына food security деген пәле бар, яғни азық-түлік қауіпсіздігі, оның өздерінің сұмдық неше түрлі стандарттары бар. Осы салада бізде мүлдем өте аз. Сондықтан біздің үлкен жобамыз, мінекейміз мәресіне жетіп жатырмыз. Жаңа мамандықтар. Қашан ол барлығына қолжетімді болады сіздің жобаларыңыздың? Келесі айдың басында Алла жазса, үлкен ашық презентациясын жасаймыз. Бүкіл каналдар арқылы, бүкіл бұқаралық ақпараттар арқылы таратамыз. Және еңбек.kz бұл білім министрлігінің ресми сайтында, еңбек министрлігінің сайтында, кешірім сұраймын, еңбек.kz /атлас сайтында бүкіл жаңа мамандықтар, 350-ге жуық жаңа мамандықтар, Қазақстан еңбек нарығындағы өзгеріп жатқан мамандықтар, өліп жатқан мамандықтардың тізімі бұқараға ашық болады. Жариялайтын боласыздар, жариялаймыз. Кез келген адам, кез келген азамат сол сайт арқылы өзіне қызықты ақпарат табылады. Жігіттер, рахмет, уақыт бөліп келгендеріңізге. Біріншіден өте керекті мәліметтер айтылды, мағлұматтармен бөлістіңіздер. Еңбек.kz /атлас осы сайтында барлық ақпарат болады. Құрметті ата-аналар, өте пайдалы ақпараттар, сондықтан сол сайтқа кіріп танысып шығыңыздар. Біз хабарымызды аяқтаймыз. Арнаға жазылуды және де қоңырау басуды